Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгін біз Селена Гомездің өлеңдерімен ағылшын сөздік қорымызды кеңейтетін боламыз. No one love you like I love you. Міндетті түрде осы жерін айтып көріңіздер, себебі бұл жер өте қиын және күшті. Сөзбе сөз аударсақ, жоқ, бір, сүйу сені, ұнайды, мен сені сүйемін. Жоқ. One сөзі тек қана зайт есім емес, бір деген мағынаны ғана білдіре қоймайды. Сонымен қатар біреу, яғни қазақ тілінде де сондай бар. Ол someone, everyone, anyone сияқты. Мына жақта ешкім деп тұр. No one, ешкім жаттап алыңыздар. Сонымен ешкім мен сияқты сені сүймейді дейді. Like деген, яғни оның екінші мағынасы, яғни бірінші мағынасын білеміз, ол жақсы көру, ұнату. Ал екінші мағынасы оның сияқты деген мағына. Оған мысал, she looks like me. Ол мен сияқты, маған ұқсайды. Put, қою, above, жоғары, яғни жоғары қою. Ол айтады, ешкімді сенен жоғары қоймадым, дейді Селена. Сонымен осы сөздерге назар аударайық. Colder, louder. Яғни er, er жұрнағы оларды салыстырмалы шырай істеп тұр. Cold, суық, colder, суығырақ. Loud, қатты, louder, қаттырақ сияқты. Келесі өлең boyfriend. If I was your boyfriend. Селенаның бойфренді. If I was your boyfriend. Селена Гомездің boyfriend өлеңі. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. But I just keep hitting dead ends. Короче, үшін айтып көріңіздер тоже қиын. Ол жақтағы keep сөзі өте көп кездеседі. Мысалдарға ол мемдерді. Keep calm and feel me. Keep calm and love Selena Gomez. Сияқты. Яғни keep деген сөз сақтаңыз деп тұр. Ол жақта бір затты сақтап қою деген емес, сол бір күйді. Keep calm, сабыр сақтаңыз дейді. Tell me are there any good ones left? I keep finding wrong ones, but I want love again and again. Көріп тұрсыздар ма? Жаңағы one деген сөз ол жақта да кездеседі. Are there any good ones left? Тағы да ше қалды ма мына жақта? Ше нормальналар қалды ма дейді. I want a boyfriend. I've been up all night, pretty restlessly. Think I might know why. Restlessly. Lee деген жұрнақ. Жаңағы зайт есімді сын есімге айналдырып тұр. Simple, simply, love, lovely сияқты. Осы тұрғыда айтатыным, Lee деген сөздерге қазақ тілінде нақты аударма жоқ. Мысалға, мазасыз деген ол екі жағдайда. Орыс тілінде беспокойно, беспокойный дейді ғой. Дәл солай мазасыз және мазасыз. Қазақ тілінде оны нақты айырмашылығын көрсете алмаймыз. Lee дегенді түсіндік. Енді less. Less деген емес, сіз. Мысалға, job, jobless. Жұмыс, жұмыссыз. Дәл осындай сияқты rest деген сөз ол демалу, жайпарақат деген мағынаны білдіреді. Ал restless, уайымдау, мазасыз болу. Видео ұнаса пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сондай-ақ осындай видеолар шықсын десеңіздер, лайк басыңыздар. Алдағы видеолардан құр қалмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау!